Армысыздар, менің каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Мен Данира 9 сыныпта оқып жүрген кезім 14-15 жаста болсам керек. Мектеп дәліздерінде жүргенде ұлдардың, тіпті кейбір ағайлардың көздері маған қадалып тұратын. Олар сөйлемесе де қарауымен ақ бәрін айтып тұратын. Мен оны сезінетінмін және сол сезім маған ұнайтын. Үйде өз бөлмемдегі үлкен айна алдында тұрып өзімді ұзақ қарайтынмын. Ұзын қара шашым беліме дейін түсетін, кірпігім биік, көзім қара, ернім толық, анам сияқты. Ол әрқашан айтатын, қызым, сұлулық бұл сыйлық, бірақ оны дұрыс пайдаланбасаң қаруға айналады. Сен оны қару ретінде үйрен. Анам өте әдемі әйел, әлі күнге дейін еркектердің басын айналдырады. Ол ақшалы адамдармен жүреді, кейде бір кешке, кейде ұзағырақ. Мен оларды қымбат көліктеріне мініп люкс мейрамханаларға барып жатқанын көретінмін. Анам қайтып келгенде парфюмнің иісі бөлмені толтыратын. Ол маған қарап күліп, ертең сен де солай өмір сүресің қызым, тек ақылды бол дейтін. Мен сол сөздерді жүрегіммен қабылдадым, еліктеуге айналдым. Мен де сұлу болғым келеді, мен де назар аудартқым келеді, мен де күшті сезінгім келеді. Мектептегі дене шынықтыру сабағы сол кездегі ең қызықты уақытым. Киім ауыстыратын бөлмеге кіргенде есікті әдейі сәл ашық қалдыратынмын. Спорттық киімді шешіп жатқанда арқа жағымнан жел есетін, біреу қарап тұрғанын білетінмін. Кейде айналамға қарасам, ағайдың көзі маған қадалып тұратын. Ол ешқашан жақындамады, ешқашан ештеңе демеді. Бірақ сол көзқарас ол менің денеме тигендей болатын. Ыстық толқын жүрегімнің төменіне қарай ағатын. Мен әлі бала едім, бірақ сол сезім маған ересек сияқты сезіндіретін. Бір күні сабақтан кейін бөлмеде жалғыз қалдым. Есікті тағы ашық қалдырдым. Киімді баяу шештім. Айнаға қарап өз денеме қол тигіздім. Кеудем әлі толық емес, бірақ қалыптасып келе жатқан. Мен өзімді сипадым. Сол кезде есік жақтан дыбыс шықты. Ағайдың қадамы. Ол тоқтады. Мен қарамадым, бірақ оның тынысын сездім. Ол бірнеше секунд тұрды да кетіп қалды. Мен қалтырап тұрдым. Қорқып та қызығып та тұрдым. Сол күні үйге қайтқанда анам маған қарап, бүгін не болды қызым? Көзің басқаша деді. Мен ештеңе айтпадым, тек күлдім. Ішімде бір нәрсе оянғанын сездім. Ол күш еді, назар аударуға күші, дене күші, бірақ ол кезде әлі түсінбегенмін. Сол күш махаббат емес екенін. Мен әлі бала болатынмын, бірақ анам мені ерте есейткен. Мен өзімді ересек сезінгім келетін. Сол үшін барлығын жасайтынмын. Айнаға алдында тұрып өзімді сұлу деп айтқанмын, бірақ ішімде бір бос орын бар еді. Оны толтыра алмайтынмын. Сол кездегі мен әлі іздеп жүрген қыз едім. Сұлулықтың артында не тұрғанын білмейтін қыз, және сол ізденіс мені алға апаратын еді. Қателіктерге, жараларға, бірақ соңында түсінуге. 16-ға толған жылы бәрі өзгерді. Мектепті бітіріп университетке түскен жоқпын. Бірден анамның әлемді көру керек деген сөзімен Алматының түнгі өміріне кіріп кеттім. Клубтар, кештер, қымбат киімдер. Анам маған өз гардеробынан бірнеше көйлек берді. Қысқа, ашық денемді көрсететін, мен кигенде айнадағы өзімді танымай қалатынмын. Әдемі, бірақ біртүрлі бөтен. Алғашқы жігіт Асхат есімді университетте оқитын 22-де. Оны клубта кездестірдім. Би алаңына маған жақындап құлағыма сыбырлады. Қызым, сен мұнда не істеп тұрсың? Саған мұндай жер жараспайды, деді. Мен күлдім. Оның сөзі маған ұнады. Ол мені басқаша бір атады. Басқа қыздардан өзгеше. Мен сендім. Сол түні оның пәтерінде болдық. Жарық өшірілген, тек терезеден түскен көше шамының жарығына ғана. Ол мені сүйді. Алғашқы сүйісіміз қатты, асығыс. Қолдары денемді асығып зерттеді. Мен қалтырап тұрмын, бірақ тоқтатпадым. Ішімде бір нәрсе бар еді. Қызу, қорқыныш, күш сезімі. Ол менің киімімді шешкенде денем ыстық болды. Ол маған сен өте әдемісің деді. Мен сол сөзге іліндім, бірақ бәрі тез бітті. Ол тез жеткенде мені атыма қарамады. Тек өз ләззатын алды. Сосын төсектен тұрып сигаретін шекті. Телефонына қарап отырды. Мен жалаңаш жатып төбеге қарадым. Ішімде бос сезім пайда болды. Бұл махаббат емес еді, бұл тек дене еді. Ләззат, бірақ махаббат емес. Кейін тағы болды. Басқа жігіттер, кейбір мейірімдірек көрінді.
біреуі аты Арман болатын. Маған гүл әкеліп, сен менің махаббатымсың дейтін. Мен қуандым. Бірақ таңертең ол кетіп қалды. Хабарлама да жазбады. Тағы біреуі қаржылық жағынан жақсы жігіт маған ақша берді. Өзіңе бірдеңке ал деді. Мен алдым. Себебі анам да солай істейтін. Ол маған қарап, еркектердің бәрі бірдей қызым, тек ақылды бол дейтін. Мен сол сөзді қайталадым. Бір күні түнде клубтан шығып таксиге отырдым. Жүргізуші маған қарап, қызым, саған мұндай жерлер жарамайды ғой деді. Мен күлдім, бірақ ішімді ауыртты. Мен өзімді сатқандай сезіндім, денемді сатқандай, бірақ жүрегім әлі бос еді. Ешкім мұны толтырмаған. Сол жылдары мен көп нәрседен байқадым. Кей жігіттер қатыгез болады. Олар тек өздерін ойлады. Кейбірі мейірімді сияқты көрінеді, бірақ бәрібір кетіп қалды. Мен түсіндім. Бұл махаббат емес, бұл ләззат беру мүмкін, күш сезімін беру мүмкін, жалғыздықты жасыру. Бірақ ол жүректі толтырмайды, ол тек денені пайдаланады. Мен әліге де әдемі едім. Көшеде жүргенде еркектердің басы бұрылатын, бірақ әр жолы солай болған сайын ішімдегі бос орын үлкейе түсті. Мен іздедім, шынайы бір нәрсені іздедім, бірақ әлі таппадым. Сол кездегі мен жаралаған, бірақ әлі үміті бар қыз едім. Өткен түндердің ізі денемде қалған, бірақ жүрегім әлі ашық еді. Ол күтіп тұрған еді біреуді, шынайы біреу. Ол күнді ұмытпаймын. Қараша айының суық кеші, Алматының орталығында бір клубтың ішіне музыка құлақ тұндырып тұрған. Мен әдеттегідей қысқа қара көйлек киіп, өкше шашымды бос жіберген. Көптеген көздер маған қарайды, бірақ мен әлдеқашан үйреніп қалғанмын. Сол көзқарастар маған енді ештеңе сездірмейтін. Бардың жанында тұрып коктейль ішіп тұрдым. Кенеттен біреу маған жақындады. Жақындама десем де болмады. Қасымда тұрып маған қарап, басқа еркектер сияқты емес, ол маған қатты қарап тұрған жоқ. Менің ішіме қарағандай болды. Көзі терең, бірақ қатты емес, жылы. Қызым, сен мұнда не істеп жүрсің деді ол. Даусы музыкадан жоғары шықты, бірақ қатты емес, тыныш. Мен күлдім, әдеттегідей жауап бердім. Өмір сүріп тұрмын ғой. Ол басын шайқады. Жоқ, сен мұнда өмір сүрмейсің, сен жасырынып тұрсың. Ол сөз жүрегіме тигендей болды. Мен бірден жауап бере алмадым. Ол қолын созып, мен дәулетпін. Ал сен, Данира. Ол маған қолын берді. Қол алысқанда оның қолы жылы, мықты, бірақ қысым жасамайтын. Біз сөйлесе бастадық. Клубтың шуына қарамастан біз бір-бірімізді ғана еститін сияқты болдық. Ол маған өткенімді сұрамады, не істеп жүргенімді, кіммен жүргенімді сұрамады, тек мені таңдады. Мен айтқым келгеннің бәрін айттым. Анам туралы, мектептегі күндер туралы, түнгі өмір туралы. Ол үндемеді, тек басын изеді, кейде күлімсіреді. Сол күні клубтан бірге шықтық, такси шақырдық. Ол мені үйіме дейін апарып салды. Есік алдында тұрып, ертең кездесеміз бе деді. Мен таң қалып, әдетте еркектер сол түні-ақ жақындауға тырысатын, ал ол жоқ, тек кездесуді сұрады. Келесі күні кешке кафеге бардық. Ол маған гүл әкелген жоқ, қымбат жерге апарған жоқ, қарапайым бірақ жайлы орынға таңдаған. Біз тағы сөйлестік. Сағатта ол өзі өмірі туралы айтты. Қарапайым отбасы, жұмысы, армандары. Ол маған сен қандай қызсың деп сұрамады. Сен қазір не сезінесің деп сұрады. Сол күннен бастап біз күнде кездесетін болдық. Ол менің қолымды ұстап, бірақ ешқашан асықпады. Бір күні паркте серуендеп жүргенде ол тоқтап маған қарады. Данира, мен сені ұнатамын, бірақ сен маған әлі сенбейсің ғой. Мен үндемедім. Рас еді, мен ешкімге сенбейтін болып қалғанмын. Ол күліп, ештен кетпейтін. Мен күтемін, сен дайын болғанша. Сол сөзден кейін менің ішімде бір нәрсе еріп кетті. Мен бұрын-соңды ешкімнің мені күткен сезген емеспін. Барлығы асығыс, барлығы денем үшін, барлығы бір түн үшін. Бір аптадан кейін ол менің қолымды ұстап бетіме қарап, мен сені сүйгім келеді, бірақ сен қаламасаң тоқтаймыз. Мен қалдым. Ол мені бірінші рет сүйді. Баяу, нәзік. Ол менің ернімді ғана емес, жүрегімді де сезінгендей болды. Ол сол сүйіс басқа ештеңеге ұқсамады. Ол жай ғана ләззат емес еді, ол жақындық еді. Сол күннен бастап мен түсіндім, дәулет басқа. Ол менің денемді ғана емес, менің өзімді қалады. Менің қорқынышымды, жараларымды, өткенімді бәрін қабылдады. Ол маған сен әдемісің демеді. Ол сен маған қымбатсың деді. Мен әлі де қорқатынмын, бірақ алғаш рет үміттендім.
Біздің алғашқы шынайы түніміз қарашаның соңы болатын. Қар жауып Алматының көшелері ақ түске боялған кез. Дәулет мені өз үйіне шақырды. Қабырғалар кітаптар, терезе гүлдер, диванда жұмсақ көрпе. Мен кіргенде ол маған жылы күлді. Кір, суықсың ғой, мен шай қайнатайын деп пальтомды шешіп диванға отырдым. Ішімде қорқыныш бар еді. Әдеттегідей енді не болады деп күтетін қорқыныш. Бірақ бұл жолы басқаша. Мен оны қаладым, бірақ асықпадым. Ол да асықпады. Біз шай іштік, сөйлестік. Ол маған жұмысынан әңгіме айтып, мен оған әңгімемді айтып, екеуміз ұзақ сөйлестік. Сосын үнсіздік түсті. Жылы ыңғайлы үнсіздік. Ол маған жақындап қолымды алды. Саусақтарымды бір-біріне қысты. Данира, мен сені қалаймын. Бірақ сен қаламасаң ештеңе болмайды. Тоқтаймыз, мен күтемін. Сол сөз маған ең үлкен сыйлық болды. Мен бұрын ешкімнен мұндай сөз естімегенмін. Барлық аға асығыс, барлығы қазір осы түні. Ал ол менің дайындығымды күтеді. Мен басымды изедім. Мен қалаймын. Ол мені баяу құшақтады. Бетімді иығына қойдым. Оның иісі таза, еркек, бірақ қатты емес. Ол менің шашымды сипады. Содан кейін бетімнен сүйді. Маңдайымнан, көзімнен, мұрнымнан, ернімнен әр сүйісі нәзік, баяу, маған уақыт беріп тұрғандай. Біз жатын бөлмеге кірдік. Жарық өшірілген, тек терезеден түскен қардың шағылысы бар. Ол мені төсекке отырғызды. Өз киімін шешпеді. Алдымен ол мені шешіндірді. Бірақ ол менің денеме қараған жоқ, менің көзіме қарады. Мен оның көзінде өзімді көрдім. Жаралы, бірақ әлі тірі, әлі үмітті. Қолын бетіме қойып саусақтарымен мойнымды, иығымды, кеудемді сипады. Асықпады. Мен қалтырадым. Бірақ қорқудан емес, сезімнен. Ол менің құлағыма сыбырлады. Егер бір жерің ауырса немесе тоқтағың келсе айт, мен тоқтаймын. Бірақ ауырмады. Мен үшін бұл үлкен ләззат болатын. Мен оған қол тигіздім. Оның арқасына, кеудесін, белін. Сол түннен кейін мен өзгергенмін. Денем әлі әдемі, бірақ енді ол қару емес. Ол махаббатқа арналған сыйлық. Сол түннен кейін бірнеше апта өтті. Мен өзімді басқаша сезіндім. Айна алдында тұрғанда енді өзімді тек сұлу ретінде емес, тұтас бір адам ретінде көрдім. Денем әлі әдемі болатын. Ұзын шаш, биік кірпік, толық ерін, қалыптасқан әйелдік пішін. Бірақ ол енді дене қару емес еді. Ол махаббатқа арналған үй, сенімге арналған қабық, сезімге арналған жол болды. Дәулетпен күн сайын кездесетін болдық. Кейде қарапайым серуен, кейде түнде бірге тамақ әзірлеу. Ол маған қазақша әндерді үйретті. Мен оған өзімнің бала шағымда күлкілі әңгімелерімді айттым. Біз бір-біріміздің қалпына келіп жаттық. Ол менің өткенімді ешқашан бетіме баспайтын. Бізге тек қазір маңызды болды. Бір күні кешке ол маған: Данира, сен бұрын не сезіндің деп сұрады. Мен бірден жауап бере алмадым. Сосын баяу айттым. Мен өзімді сатқандай сезіндім. Әр жолы ішім бос болатын. Мен махаббат іздеп жүрдім деп ойладым, бірақ тек денемді бердім. Ал жүрегім әлі жалғыз қалды. Ол менің қолымды алды. Мен сенің жүрегіңді қалаймын, тек денеңді емес. Сен бүтін болып келдің маған. Мен де бүтін болғым келеді саған. Сол сөзден кейін мен жыладым. Бірақ бұл жолы қуаныштан. Мен бұрын соңды ешкімге осыншама ашық болмағанмын. Ешкім мені осыншама қабылдамаған. Уақыт өте келе мен анаммен де сөйлестім. Оған бәрін айтпадым, бірақ ана, мен енді басқаша өмір сүргім келеді. Мен сұлулығымды қару ретінде емес, махаббат үшін сақтағым келеді дедім. Анам бірден түсінбеді. Ол күліп: қызым, өмір сондай, еркектердің бәрі бірдей деді. Бірақ мен басымды шайқадым. Жоқ, ана, бәрі бірдей емес. Мен біреуін таптым. Ол менің жүрегімді қалайды. Қазір менің жүрегімде Дәулет бар. Ол менің жанымды бір бөлігіне айналды. Біз әлі де бір-бірімізді толық түсініп біткен жоқпыз. Кейде ұрысамыз, кейде ренжісеміз, бірақ әрқашан сөйлесеміз. Әрқашан бір-бірімізді тыңдаймыз, әрқашан бірге қаламыз. Мен енді білемін. Махаббат ол тек төсек емес, ол тек дененің түйісуі. Кейде ләззат, кейде ауырсыну, кейде бос сезім. Бірақ шынайы махаббат болғанда басқа нәрсе ләззатқа айналады. Ол сенім болады, ол қабылдау болады.